Мемлекеттік бюджет қаражатының ұрлануы, су тасқынының зардаптарымен күресуге бөлінген 1 миллиард қайда кетті? Ердоған 12 жылда алғаш рет Бағдатқа барды. Мемлекет басшылары нені талқылады және бұл кездесу неге әкелді? Қазақстанның төрағалығымен Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше елдердің отырысы өтті. Израильдің Иранға шабуылы, Иран президенті қалай әрекет етті және Америка Құрама Штатының бұған қандай қатысы бар? Юрта онлайнға қош келдіңіздер. Сіздермен Жандос Сейдалин. Бүгін біз өткен аптадағы маңызды жаңалықтар туралы сөйлесетін боламыз. Күнделікті өзекті жаңалықтарды сипаттамадағы сілтеме арқылы Telegram каналымыздан бақылай алатыныңызды еске саламыз. Жазылыңыздар, ал біз бағдарламаға көшеміз. Қазақстандағы осы айда басталған су тасқыны жағдайы әлі де жақсарған жоқ. Мамандар 24 сәуірдегі жағдай бойынша батыста су тасқынының шарықтау шегі әлі болмағанын, судың мөлшері сыни деңгейден асып кеткенін айтады. Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Атырау, солтүстік Қазақстан облыстарындағы тұрғын үйлер мен жеке аумақтар су астында қалуда. Апат кезінде көптеген елдер Қазақстанға гуманитарлық көмек жіберді. Олардың қатарында Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан бар. Түркия мен Ұлыбритания көмектесуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Су тасқыны басталғаннан бері елде 6,5 мың тоннадан астам гуманитарлық көмек жиналды. Олардың зардаптарын жоюға қазірдің өзінде 43 мыңнан астам еріктілер де көмектесуде. Көршілеріміз арасында қиын жағдай жалғасуда. Ресейдің шекаралас облыстарында су тасқынының шарықтау шегі Түмен облысында болып, Тобыл мен Ертіс өзендерінің су деңгейі көтерілуде. Су тасқынының шарықтау шегі де күтілуде. Қаржы мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малахов гидротехникалық құрылыстарды салуға арналған қаражаттың жұмсалуына тексеру жүргізуді бұйырды. Бөлінген ақшаның қалай игерілгенін анықтау үшін сапалы тексеру қажеттігін айтты. Агенттіктің аумақтық департаменттерінің басшыларына бөгеттерді, су бұру құрылыстарын салуға және өзен арналарын тереңдетуге бөлінген қаражатты игеру тиімділігін зерделеу тапсырылды. Сондай-ақ агенттік басшысы зардаптарды жоюға бөлінген қаражаттың зардап шеккен барлық азаматтарға жетуін қамтамасыз етуді талап етті. Тексеру нәтижесінде бірнеше облыста ұрлық жасады деген күдікпен қылмыстық іс қозғалды. 5 адам күдікті болып, жалпы шығын 1 миллиард теңгеден асты. Үндістан, Пакистан, Иран және Монғолия өкілдері 24 пен 26 мамыр аралығында Благовещенск қаласында өтетін Амур Экспо 2024 Ресей-Қытай экономикалық форумына қатысуды жоспарлап отыр деп хабарлайды Амур облысының үкіметі. Форум бастапқыда ресейлік Қытайлық болып, сонымен бірге Шығыс экономикалық форумының келу алаңына айналды. Благовещенск пен Хайхэ қалаларында түрлі саланың жүздеген мамандары, түрлі елдердің мемлекеттік мекемелерінен бастап ірі бизнес өкілдеріне дейін жиналады. Амур Экспо 2024 көрмесінің негізгі тақырыптары туризмді, көлік инфрақұрылымын, халықаралық және екіжақты сауданы, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуді, банк ісін, энергетиканы және тау-кен өнеркәсібін дамыту болмақ. Түркия мен Ирак аймақтағы шиеленісті жағдайға байланысты лаңкестікке бірлесіп қарсы тұруға келісті, деді Ердоған Бағдатқа соңғы 12 жылдағы алғашқы сапар кезінде. Терроризммен күрес біздің күн тәртібіміздің негізі болды. Түркия терроризммен күресте Иракқа барлық қолдау көрсетуге дайын. Түркия президенті Бағдатқа сапар барысында жасалған келісімдердің маңыздылығына сенім білдіріп, оларды екіжақты қарым-қатынастарды нығайтудағы негізгі қадам деп санады. Ердоған қауіпсіздік, экономика, сауда, энергетика, көлік, қоршаған орта, денсаулық сақтау және білім беруді қоса алғанда бірлескен жұмыстың кең ауқымын айқындайтын стратегиялық ынтымақтастық туралы негізді келісімнің ерекше маңыздылығын атап өтті. Президент тараптардың осы маңызды салаларда ынтымақтасатын тұрақты комитеттер құру туралы шешім қабылдағанын атап өтті. Ирак президенті және премьер-министрмен кездесуде лаңкестікпен күрес, екіжақты сауда, су ресурстарын бөлу және мұнай тасымалдау мәселелері талқыланды. Түркия мен Ирак арасындағы ынтымақтастық пен өзара іс-қимылды нығайтудың жаңа перспективаларын ашатын даму жолы ірі логистикалық жобасын жүзеге асыру туралы қол қойылған келісімге ерекше назар аударылды. Бішкекте ТМД Балтық жағалауы және Грузия елдерінің қысқа метражды фильмдерінің 12-ші халықаралық кинофестивалі басталды. 800-ден астам өтінім берілді. Фестиваль байқауы 2 бағдарламаны қамтиды.
халықаралық және ұлттық, көркем әдебиет, деректі фильм, анимациялық және эксперименталды кино жанрларындағы суреттер ұсынылған. Кинофестиваль 2010 жылы белгілі қырғыз режиссері Садық Шернияздың жеке басын сақтау және мәдени диалог пен дәстүрлі мәдени құндылықтарды дамыту мақсатында құрылды. Халықаралық байқауға заманауи кинематографияның панорамасын ұсынатын іріктеліп алынған 12 фильм қатысады. Ұлттық байқауға қырғыз режиссерлері түсірген 13 үздік қысқаметражды фильм ұсынылған. Шанхай ынтымақтастық ұйымының отырысы. Сәуірдің 26-сы күні Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының қорғаныс министрліктерінің кеңесі өтті. Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымының төрағалығы ұйымға мүше елдерінің күш-жігерін үйлестіруге жәрдемдесудегі рөлін ерекше атап өтілді. Конференцияның мақсаты әскери саладағы сенім шараларын нығайту және жауапты аймақта бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге көмектесу болып табылады. Терроризм, экстремизм және басқа да зорлық-зомбылық түрлері сияқты аймақтық қауіпсіздікке төнген жаңа сын-қатерлер мен қатерлерге қарсы тұру бойынша күш-жігерді үйлестіруге ерекше назар аударылатын болады. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 2001 жылы Шанхайда құрылған. Ұйымға қазір Ресей, Иран, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Тәжікстан, Өзбекстан және Пәкістан кіреді. Ауғанстан, Беларусь және Монғолия бақылаушылар болып табылады. Тағы 14 мемлекет ұйымның диалог бойынша серіктестері де бар. Қазақстан 2023 жылдың 5 шілдесі мен 2024 жылдың маусымы аралығында ұйымның төрағасы қызметін атқарады. 3 мен 4 маусымда қауымдастықтың саммиті өтеді деп жоспарлануда. Қазақстан мен Қырғызстан президенттері одақтастық қатынастарды тереңдету және кеңейту туралы келісімге қол қойды. Тоқаев сондай-ақ Қырғызстан халқына су тасқыны жағдайына байланысты қолдау көрсеткені үшін алғыс айтты. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров елдер арасында саяси және аймақтық айырмашылықтар жоқ екенін атап өтті. Екі жақты келіссөздер нәтижесінде инвестицияларды ынталандыру және өзара қорғау туралы келісім, Қырғыз Республикасының цифрлық даму министрлігі мен жеке деректерді қорғау жөніндегі мемлекеттік агенттігінің өзара көмек туралы меморандумына қол қойылды. Сондай-ақ Қазақстан-Қырғызстан шекарасындағы автомобиль өткізу пункттерін дамыту іс-шаралар жоспары белгіленді. Қасым-Жомарт Тоқаев одақтастық қарым-қатынастарды тереңдету және кеңейту туралы ерекше маңызды келісімге қол қою туралы бөлек айтты. Елдер арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық жыл сайын артып келеді. Бұл жақсы жаңалық. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының Азия және Тынық мұхиты үшін экономикалық және әлеуметтік комиссиясының 80-ші сессиясына қатысты. Таиландта өткен сессияда Азия Тынық мұхиты аймағында тұрақты дамуға қол жеткізу үшін цифрлық инновацияларды пайдалану талқыланды. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу қазақстандық делегацияның басшысы ретінде аймақ елдерінің жаһандық экономикалық өсудің жаңа орталығы және технологиялық прогрестің қозғаушы күші ретінде маңыздылығын атап өтті. Ол өз сөзінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа экономикалық саясатында инновациялық және цифрлық технологияларды дамыту маңызды орын алатынын атап өтті. Нұртілеу сонымен қатар СКАТО-ға мүше мемлекеттерді ақпараттық технологиялар саласындағы орталық Азиядағы ең ірі стартап паркі Астана Хабпен ынтымақтастыққа шақырды. Ол аймақтағы елдер арасындағы үйлестіруді күшейту және транзиттік сектордағы бірыңғай ережелер мен стандарттар туралы СКАТО жаңа конвенциясын қабылдау қажеттігін білдірді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлыбритания сыртқы істер министрлігінің басшысы Дэвид Кэмеронмен кездесті. Екі елдің энергетика және қаржы салаларындағы ынтымақтастығының келешегі талқыланған басты тақырыптар болды. Тоқаев Кэмеронның сапарына қанағаттанатынын айтып, оның екіжақты қарым-қатынастарды нығайтудағы маңыздылығын атап өтті. Талқылаудың егжей-тегжейлері сауда, экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты арттыру әлеуетін талқылауды қамтыды. Сонымен қатар энергетика, жасыл экономика, қаржы және инновация салаларына назар аударылды. Тоқаев жасалған келісім елдер арасындағы ынтымақтастықты дамыту үшін жаңа перспективалар тудыратынына сенім білдірді. Өз кезегінде Кэмерон қонақжайлылығы үшін ризашылығын білдіріп, әртүрлі салалардағы ынтымақтастықты нығайтуға ниетті екенін атап өтті.
өңірді аралаған министр Ұлыбританияның мақсатын жасырмады. Біз Қазақстанға немесе басқа елге таңдау жасау керек деп айтпаймыз. Біз осындамыз. Өйткені сіз біздің қауіпсіздігіміз бен өркендеуіміздің мүдделеріне сай бізбен серіктес болуды таңдай аласыз деп ойлаймыз. Астанада тараптар Ұлыбританиямен стратегиялық серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Айтпақшы, дәл осындай келісімге осыдан 11 жыл бұрын Дэвид Кэмерон алғаш рет премьер-министр болып Қазақстанға келген кезде қол қойылған болатын. 19 сәуірде Израиль орталық Иранға шабуыл жасады. Еске салайық, 2 сәуірде Дамаскідегі Иран елшісінің резиденциясы Израильдің әуе шабуылынан толығымен дерлік қирап, салдарынан 2 генерал мен Ислам революциясының сақшылар корпусының 5 кеңесшісі қаза тапқан болатын. Bloomberg ақпарат көзінің хабарлауынша, Израиль 24 пен 48 сағат ішінде Иранға шабуыл жасау жоспары туралы Америка құрама штаттарын алдын ала хабардар еткен. Сәуірдің 14-не қараған түні Иран алғаш рет Израильге қарай бірнеше жүздеген ұшқышсыз ұшақтар мен зымырандарды ұшырды. Бұл шабуылды Ирак, Сирия, Ливан және Йемендегі ираншыл күштер қолдады. Нысандардың көпшілігі атылды. ақш президенті Джо Байден Израильден кек қайтармауды, бірақ оқ атудан аздаған залал келтіруді жеңіс ретінде қабылдауды сұрады. Иран президенті өз кезегінде Израиль Иранға шабуыл жасаса, одан ештеңе қалмайтынын айтты. Оның айтуынша, Иран аумағына жасалған шабуыл қазіргі жағдайды толығымен өзгертеді. Қытай ақш-пен қақтығыстың қиын кезеңіне өтуде деп хабарлайды Bloomberg. Осы жылдың сәуір айының басында ақш-тың қаржы министрі Джанет Йеллен Қытайдың тым көп өнім өндіретін алға тартып, Қытайдан индустриялық стратегиясын өзгертуді талап етті. Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің өндірісті ұлғайтып, экспортты ұлғайту арқылы ел экономикасын нығайту жоспарлары ақш-тың алаңдаушылығын арттырып, Қытаймен арадағы шиеленісті күшейтуде. Ал Қытай басшысы өзінің стратегиялық жоспарын өзгертуге ниетті емес. ақш-тың айыптауында бәсекеге қабілеттілік пен нарықтық артықшылыққа қол жеткізу үшін Қытайдың өнеркәсіптік дамуын шектеуге және жолын кесуге деген зиянды ниеті бар. Бұл тікелей экономикалық мәжбүрлеу және қорқыту, деді Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі. Жақында Байден Қытайды ксенофобиялық мемлекет деп атап, Қытайдың болат пен алюминий экспортына баж салығының енгізуге уәде берді. The Wall Street Journal Вашингтонның бірқатар қытайлық банктерді әлемдік қаржы жүйесіне кіру мүмкіндігінен айыратын санкциялар әзірлеп жатқанын хабарлады. Бұл қадам Бейжіңнің Мәскеуге коммерциялық қолдауын шектеуге бағытталған. Бірінші пойыз солтүстік-оңтүстік халықаралық көлік дәлізі бойынша Вологда пристань вокзалынан Иранға 10 вагон ағашпен аттанды. Ресей темір жолдары мемлекеттері Әзербайжан арқылы өтетін бұл құрлық жолы Суэц каналы арқылы өтетін теңіз жолына балама болды. Солтүстік темір жолы жүк иесіне жүкті тиеу, логистика және станция терминалында сақтауды қоса алғанда қызметтердің толық кешенін көрсетті. Түрлі бағыттар, соның ішінде Транскаспий және Батыс бағыттарын пайдалана отырып, мұндай жөнелтілімдерді жүйелі түрде жүзеге асыру жоспарлануда. Солтүстік-оңтүстік халықаралық көлік дәлізі Ресей, Әзербайжан, Иран және Үндістан сияқты елдерді қамтитын Ресей арқылы Азия мен Еуропаны байланыстырады. Қазақстандық саясаттанушы Әлібек Тәжібаев Еуразиялық коммерциялық емес ұйымның құрылуын құптады. Оның пікірінше, Еуразиялық коммерциялық емес ұйым батыстықтарға қарағанда сөзсіз артықшылығы бар. Оларға жаңа және жат құндылықтарды ойлап табудың қажеті жоқ. Еуразиялық коммерциялық емес ұйымның негізгі ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени, гуманитарлық және адами құндылықтары бар болып табылады. Бұл басты артықшылық. Біз оны құрып, жаңа деңгейге жеткізуіміз керек. Іргетасы да бар, деді ол. Естеріңізге сала кетейік, 24 сәуірде Еуразия халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесетін коммерциялық емес ұйымның тұсаукесері өткен болатын. ТМД-ның еңбек сіңірген инженер-энергетигі Петр Своик коммерциялық емес ұйымның құрылуын құптап, елдер арасында 3 салада, соның ішінде өнеркәсіп пен энергетикада ынтымақтастық қажет екенін атап өтті. Ол Қазақстан шикізатпен қамтамасыз ету деңгейіне дейін қысқартып, жалғыз өзі төтеп бере алмайтынын айтты. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Лайк басуды, пікіріңізбен бөлісуді және осы бейнені достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Бұл өткен аптадағы жаңалықтардың қысқаша түйіндемесі болды. Сипаттамадағы сілтеме арқылы Telegram арнасында күнделікті ағымдағы жаңалықтарды бақылай аласыз. Бір аптадан кейін Юрта онлайнда кездескенше.